Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай интеллектуалды ойынды көрсетемін. Бұл ойын түрі кез келген пәнге, кез келген тақырыпта сұрақтар жазып, сөйтіп қолдануға тест түріндегі ойын түрі. Мына жерге сұрақтар жазылады, мына қате жауап, дұрыс жауап, қате жауап жазылады. Мынау енді бізде қағаз қайшы құдық ойыны сияқты болады. Тура сондай ойын. Қазір мен сразу ашып көрсетейін. Пока слайдпен ашамыз. Өзінің фонында жуығы бар, осындай ойынды бастау деген батырмаға басамын. Ең алдымен менде осындай бірінші сұрақ шығады. Енді мына жерде уақыт бар, қолданам десеңіз, мысалы ойланады, осы уақыттың ішінде ойланады, сосын жауап береді. Мысалы дұрыс жауап беретін, қате жауап берсе, қандай болады? Яғни оқушылар өздері мысалы қағаз қайшы құдық деп айтса да болады, я болмаса осылай варианттарын айтып белгілесе де болады. Енді дұрыс жауап беретін болса, осындай дауыс шығады. Сосын мына жердегі қосылады. Міне. Көрдіңіздер ме? Өзі қосылады бұл. Яғни ұтты, иә? Қағаз қайшы құдық ойынында. Мысалы, келесі сұрақ өткізу үшін маған бір рет басам. Келесі сұраққа өтеді. Дұрыс жауапқа сразу басып көрсетейін. Бұл жерде қайшы, яғни мына жерде қайшы қазір жеңді. Міне. Өстіп ойнатсаңыздар, яғни балалардың қызығушылығын арттыру үшін осындай. Әртүрлі варианттар болады. Өстіп видеосымен көрсетеді. Барлығы істейді. Міне, өткізе бересіздер, осылай істеп отырады. Қате болса осындай, дұрыс болса жаңағы видео шығып, өстіп анимация көрсетіп отырады. Енді бұл жерде барлығын көрсетудің қажеті жоқ, өйткені барлығы істейді. Мен 10 сұрақ қойдым. Негізі бұл жерде 20, 30, 40, 50 болса да, қанша сұрақ қойсаңыздар да бола береді. Тест түрінде мына жерде сұрағы, есеп болса есеп, есептің жауабы, сосын тағы бір 2 вариант жазып қойсаңыздар болды. Оқушылар жаңа айтқанымдай қағаз қайшы құдық деп те ойнаса болады, я болмаса дұрыс жауап, қате жауапты айтса да болады. Мына жерде анимациясы звугымен шығып отырады. Енді тағы не? Бұл жерде ешқандай қиын ештеңе жоқ, сұрақтарын дублировать етіп көбейте бересіздер. Міне. Дублировать слайд деп көбейтсеңіздер болады. Я болмаса видке басып, мына жерден сортировщик слайдқа басып, мына жерден бастап белгілеп аласыздар. Міне, сосын мына жерге вставить етіп қоясыздар. Осы аяқталды дегенге дейін вставить етіп қойсаңыздар, сұрақ саны көбейе береді. Осы ойын егер сіздерге керек болса, маған хабарласыңыздар, сол жерде толығырақ айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.